Қайырлы күн достар, бүгін біз арбитраж туралы айтатын боламыз. Тағы да енді не туралы? Біз басында арбитраж бастап жатқан адамдардың қателіктері туралы айтамыз бірінші. Екінші, курсты қалай таңдап алсақ болатынын айтамыз. Енді қараңыздар, ең басында бастаған кезде сіздерге мошенниктер көп жазады. Неге? Өйткені қарайтын болсаңыздар, мына продавецтер мысалы мұнда осы сатушыда 332 сделка болған екен. Ал мына кісіде 570. Бұл кісілерге мошенниктер мүлдем жазбайды. Өйткені олар опытный екенін біледі ғой. Енді олар кімдер іздейді? Мысалы міне 45 сделкасы бар, 21 сделкасы бар, енді ғана бастап жатқан адамдарға жазады. Олар алданатынын біледі, опыты жоқ екенін біледі, сондықтан жазады. Ең басында мен бастаған кезде Ресей және Қазақстан арасындағы международный связкамен істедім. И мен басына 100 мың теңге салып көрейінші деп көрдім. И мен не істеймін? Мен доллар сатып аламын 92 мың теңгеге, и оны мен рубльға сатамын 7 рубльдан. И қараңыз, менде 4 мың рубль и 8 мың рубльдік сделка заявка түседі маған сатып аламын деп. И мына кісі 4 мың рубльдің заказын чек маған жібер деп жазып жіберемін. И бұл кісі, мен қарасам, киви кошелегіме 4 мың рубль ақша түседі. Мен ойлаймын, осы кісі жіберді маған деп. И бұл кісіден чек сұраймын ғой. Бұл кісі маған чегін салып жібереді. Сосын мен чегін қараймын ол кісінің. Қарасам, менің номеріме жіберген екен. Сосын болды, ол кісі маған жіберді деп жібере саламын. Ол кісінің долларын салып жібере саламын. Енді жаңағы 8 мың рубль жіберген адам маған жазып тұр. Мен саған ақшаны аудардым дейді. Қарасам, бір минуттан кейін тағы 4 мың рубль түсті маған. И общий 8 мың рубль болды. Сен бұл кісі 4 мың рубльді бөліп салып жіберген екен. Чегін тексерсем, чегі дұрыс, өйткені қараңыз, мысалы 78-27 деген номермен түскен екен. Мен қараймын ғой, қай киви кошелектен түсті деп. Сөйтсем, соңғы номер 78-27, 2-4 мың рубльді осы жіберген екен. Осы мен поддержкаға сразу жазамын, мені алдағы алып алды, яғни екі аккаунт ашып қойып, өтірік чек, біріншісі өтірік чек жіберіп алып алды да, мынау енді сондай мошенница қолданып жатыр деймін ғой поддержкаға. Поддержка тұрады да, бұл кісіні қолдайды, өйткені чегім бәрі дұрыс, өзі жіберген. Менің қателігімнің кесірінен не істелген, зат болғаннан кейін ақшаны аударуға тура келді. И бұл кісі маған аманчик, и короче бұл ақша пайдаға кетеді, яғни Украинаға кетеді деп жазып қойыпты. Бұл схема қалай сонда? Яғни мошенниктер екі ордер ашады. Мысалы біреу 4 мың рубль, біреу 8 мың рубль ашады да. Мына кісі 4 мың рубль жібереді маған бір аккаунттан, и өтірік чек жібереді. И маған 4 мың рубль түсіп тұр деп ойлайсың да, уже асығыс болғаннан кейін, уже мен мына жерде үшеу түсіп тұрған ба, сондай көп түсіп тұрған уже заявка. Мен ұзақ күтіп қалмасын деп мынаны жібере саламын да, мынаны қарасам, уже маған тағы 4 мың рубль жіберіп, ал мен мынаған уже доллар беріп қойғанымды біліп, мынау екі аккаунтпен істеп отыр ғой енді. И мынау да 4 мың рубль тағы жібереді, сөйтіп общий саған жібердім дейді. Енді ондай мошенничество түспеу үшін не істеу керексіздер? Бірінші, сіз айтасыз, тек қана бір ғана переводпен дейсіз. Яғни 8 рубльға сатып аламын десіз, 8 рубль ғана жібереді. Бөліп жібермейсіздер дейсіз. Екіншісі, тек қана от первого лица дейсіз. Өйткені ол айтуы мүмкін, мен апамның атынан жіберемін, ағамның атынан жіберемін, мамамның атынан жіберемін, жеті ұрпағымның, или там білмеймін кім атынан жіберемін, соның атынан жіберемін дейді. Олай жіберме дейсіз. Өйткені сіздің Binance кімнің атынан ашылған, сол банк арқылы маған жіберіңіз дейсіз. Өйткені ол кісі басқа біреудің атынан жіберетін болса, ол айтады, банкіге звондайды да, мені алдап жатыр, мошенница болып отыр мында дейді да, сіздің счетыңызды жауып тастайды, и сіз уақытыңызды жоғалтасыз. Екіншісі, ол бізде чек после оплаты деп жазып қояды, сразу чек жібер дейсіз. Мысалы оплата түсті деп жазады сізге, сіз айтасыз, маған чек жібер дейсіз, сосын қай банктен түскенін соңғы номермен тексеріп аласыз. И екеуі сәйкес келетін болса, сосын бірақ жіберетін боласыз. Және де екінші способ мошенниктерден сақтанатын, ол бізде объявление ашқан кезде ішінде настройкасы болады. Бұл жерде біз 90 күннен бұрын регистрация жасаған адаммен ғана жұмыс жасаймыз дейтін болсаңыз, мошенничество түсу өте аз болады. Басында ең новый бастап жатқан кезде мошенниктер көп жазатын болады сізге. Одан сақтану үшін жаңағы 3-нен сақтап қойсаңыз, сізге жазбайтын болады. Енді курс алайын деп жатсаңыз, мен сізге алла зейініңізді ашсын деймін. Негізі бірақ та көп курстар қазір тоқтап кетті, и көбі просто су ше. Артық информация көп, интернеттегі информацияны алып жинап соны таргет арқылы сатып жатыр. Енді сіз курс алмас бұрын өзіңізге сұрақ қоясыз. Мен негізі курс атқан кезде екі түрлі курс, екі связканы үйретеді адамдар негізі. Біріншісі классический и международный. Классическийде пайда аз болады, оны тегін ютубтан да көрсеңіз болады, үйреніп алсаңыз болады оны. Ал международныйда сәл өзінің подводный камендері бар, сәл ұзақтау болады ол. И сіз сұрайсыз өзіңізден, мен международный, мысалы Грузия дейді, курс ашатын, Грузиямен істейміз дейді. Сіз айтасыз, мен Грузияға бара аламын ба деп ойланасыз. Егер бара алмайтын болсаңыз,
жазасыз жаңағы курс сататын адамға. Мен Грузияға бара алмаймын, мен сізге международный осы связканы мен Қазақстанда отырып жасай бере аламын ба дейсіз. Ол иә дейтін болса, яғни иә дейтін болатын болса, яғни сізге дроп тауып беремін, банк ашып беремін, сіз Қазақстанда жасап отыра беретін боласыз десеңіз, смело тие берсеңіз де болады. Ал егер жоқ дейтін болсаңыз, онда сіз дропты өзіңіз дейтін болсаңыз, онда курсты не үшін сатып аласыз? Одан да сіз дроп тауып алып, өзіңіз Грузиямен аналитика жасап, қандай нелері бар екен, комиссияның бәрін есептеп болғаннан кейін ақшаны не істеп жүрсеңіз болады, салып жүрсеңіз болады. Дропқа салып жібересіз ақшаны, дроп сізге банктен береді, и сіз сол жұмыспен жасай бересіз. И Binance'дан сіз аналитика курстың керегі жоқ болып қалады. Енді қандай да сұрақтарыңыз болса, сіз маған комментарийға жазып жіберсеңіз болады, мен сізге жауап беремін. Және де инстаграмның парақшасын қалдырып қоямын. Сау саламатта қош болыңыздар.